Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі Unicom Business Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ғаламның тағдыры сенің қолыңда. Осы фильмдегі басты кейіпкер Питер Квиллға өз даусын беріп жатыр. Жұлдызды лорд. Ал көкесін танытайық. Мен бұл фильмде Дракс кейіпкерін дыбыстаймын. Дракс, рокеттер келме! Осы Галактика сақшылары фильмінде Рокет есімді кейіпкерді дыбыстадым. Рокет! Галактика сақшылары фильмінде мен Мантистің дауысын дыбыстадым. Мантис! Ішін махаббатқа. Менің есімім Ордабаев Шахмұрат. Мен Галактика сақшылар фильмінің екінші бөлімінің дубляж режиссері. Фильм өте қызықты, сондай комедиялық жанрда қазіргі жастарға өте ұнайды деп ойлаймын. Әрине, мен Питер Квиллға басты кейіпкерге өткеніне өте қуаныштымын. Мен өзім Питер Квиллға өмірдегі характерім келеді жалпы. Сондықтан да мені таңдағанына мен өте қуаныштымын. Бұл негізі бұл фильм талай әлемді мойындатқан, көп көрермендеріміздің жүрегінде қалған, осының жалғасын күтіп жүрген көрермендеріміз болғандықтан да шығар бұны жалғасын сүріп жатқан. Сол үшін бұл соның ішіндегі Дракс бала мінез өзі, бірақ денесі дәу болғанымен жүрегі кішкентай ғана баланың жүрегі сияқты. Егер де бұл адам осы өмірде болатын болса, білмеймін ол адамдардың ортасында қалай жүретін. Рокет деген өзі жанат, өзі анимациялық кейіпкер фильмінде. Өте сондай қызықты кейіпкер, анимациялық, оның үстіне жанат, жануар болғаннан кейін актер үшін тамаша мүмкіндік. Бұл жерде барлығы сияды. Неше түрлі интонация жасадық, неше түрлі қызықты оқиғалар бар ішінде. Айта кететін жайт, шамамен фильмді өндіруге 20 күндей уақыт кетті, үйлестіруге, оның барлығын белгілі бір жақсы нәтижеге жеткізуге. Мантис өте жарқын кейіпкер. Адамның ішіндегі ішкі сезімін, мысалға біреу көңілсіз болып тұрса, онымен бірге мұңайып, оның ішкі жан дүниесін түсініп, бірге күрсініп отырады. Құрметті көрермен, бұл еңбегіміздің барлығы сіздер үшін ғана жасалды. Алда келе жатқан премьерамызда барлықтарыңызды күтеміз. Келіңіздер, тамашалаңыздар. Галактика сақшылар фильмін келіп көріңіздер. Marvel студиясы Галактика сақшылары 2-ші бөлім.